Саламатсыздар қыздар жігіттер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің әңгімеміз Биадрон NL компаниясының өнімі жайлы болады. Сонымен Биадрон дегеніміз не, қандай жағдайда қолданамыз, адамға қандай әсері бар. Биадрон бұл 100% табиғи өнім. Бұл өнімнің пайда болуына адамның ешқандай қатысы жоқ, өз табиғат өзі бұны дайындап берген. Бұның құрамында гумин және фольба қышқылы бар. Негізі действующее вещество дейді ғой. Вот осындай үлкен макромолекулаға жатады. Сонымен қатар бұның құрамында 70-ге жуық бізге организмге пайдалы пептидтер, гормондар, витаминдар, тағы басқа сол сияқты заттар бар. Енді бұл қалай әсер етеді организмге? Бұл үш түрлі бағытта. Біріншісі бұл иммунитетке жауап береді. Иммунитетке жауап беру қалай болады? Бұл клеткаға вирустар мен микробтардың кіруіне кішкене кедергі жасайды. Екіншісі бізде биопленка деген бар, иммунитетке жауап беретін бізде шек бар. Шекте бізде биопленка деген бар, ол биопленка бізге пайдалы бактериялардан тұрады. Сол бактериялардың өнуіне және сол биопленканы ұстап тұруға, сол жерде иммунитеттің жалпы организмде иммунитетті қалыпқа келтіруге көмектеседі. Бұл бір жағдай. Екінші жағдай антиоксидантный қасиеті бар. Антиоксидантный деген қасиет бұл организмде свободный радикалы деген бар. Ол негізі жақсы зат емес. Ол адамды қартайтуға, клеткаларды зақымдалуына алып келетін зат. Қарапайым бір мысал, егерде біз жаңа суға кәдімгі әк тастайтын болсақ, әк қайнап, жан-жағына су шашылып, химический реакция жүреді. Тура сол сияқты свободный радикалы соған ұқсас организмде реакциялар жүреді. Сол реакциялардың кесірінен бізде клеткалар мен тканьдар зақымдалады, адам ерте қартаяды. Осындай жағдайларға свободный радикалдар көбейіп кетеді кейбір жағдайларға байланысты, сондықтан адам тез қартаяды. Сондықтан бұл препаратты кейде косметологияда да қолданады, адамды ерте қартаюды кішкене азайту үшін, қартаю процесін кішкене тежеу үшін, дұрысырақ айтқанда. Үшіншісі, бізде организмде биадрон интоксикацияны снимать етеді. Организм әртүрлі жолдармен уланады. Ол жаңағы тамақ арқылы, болмаса жаңағы таза су емес арқылы, болмаса организмде бір аурулар болатын болса, аллергендер болатын болса, аллергический реакция, мысалы жүректен аллергия болатын болса адамда, болмаса тері аурулар бар кезде, мысалы псориаз бар, неше түрлі экземалар бар, адамның терісінде болатын созылмалы ауруларға байланысты организмде кейде улану процесі жүреді. Сондықтан бұл организмді тазалайды, табиғи жолменен жаңағы бактериялардан, вирустардан, тағы басқа сол сияқты сахарный диабет кезінде болатын жаңа интоксикацияны биадрон организмді тазалауға көмектеседі. Сонымен енді биадронды осыған байланысты қай кезде қолданамыз? Бұл созылмалы ауруларда, одан кейін коронавирус кезінде, мысалы иммунитетқа соған ұқсайтын жаңағы грипптің кезінде, грипптің сезонында, болмаса жаңағы қатты бір ауру операциядан кейінгі жағдайларда организмді тез қалпына келтіруге көмектесуге болады. Менің бір қарапайым түсінгенім, бұл препарат мысалы кішкене мысал ретінде айтқанда, өсімдіктерге біз тыңайтқыш береміз, селитра берген кезде өсімдік тез өседі, жеміс бере бастайды. Сол сияқты биадрон организмде қолданған кезде бұл зат алмасу процесін бірден күшейтіп жібереді, құрамындағы заттарға байланысты, организм тез қалпына келеді. Бұл енді қарапайым мысал түсінікті болу үшін деп айтылып жатқан нәрсе ғой. Содан кейін қай кезде тағы да қолданамыз? Бұл холестеринді төмендету үшін, одан кейін коронавирус жаңа созылмалы аурулардан тез қалпына келтіру үшін, сонымен қатар организмде болатын сыртқы ішкі жарақаттарды тез жазылуға көмектеседі, тез қалпына келуге. Осы жағдайда одан кейін жаңа аллергияның кезінде, аллергия кішкентай балдарда, үлкен кісілерде, жаңа әртүрлі дене ауруларында, тері ауруларында сол кезде біз қолданамыз. Қалай қолданамыз? Бұл микродозаны басын сындырып, суға 150 мл суға араластырамыз. Жарты сағат тамақтан бұрын, болмаса тамақтан кейін 2 сағаттан кейін ішеміз. Осындай таза 100% табиғи өнім. Бұл препарат жайлы отзывтар өте жақсы, отзывтар өте көп. Сондықтан егерде сіздерде ондай отзыв болса, сіздерге көмектескен, жақындарыңызға көмектескен болса, пожалуйста, комментарийға жазыңыздар. Бұл препарат жайлы өздеріңіз ойларыңызды айтыңыздар. Егерде сұрақтар болатын болса, болмаса NL компаниясының басқа өнімдер жайлы мен жаңағы айтуым керек болса, сіздерге қажет болатын болса, онда айтыңыздар, мен әр өнім жайлы сіздерге информация беруге тырысамын.
үлкен рахмет сіздерге, тыңдағандарыңызға. Лайк басыңыздар, подписываться етіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.